Құрметті тыңдаушылар, біздің көрермендер, қош келдіңіздер деп айтамыз. Бүгін осы күзгі маусымның тағы бір подкастын түсірейін жатырмыз. Соны сіздерге ұсынамыз. Бүгінгі біздің қонақтың аты жөнін айтсам, сіздерге белгілі болар деп ойлаймын. Нұрхан Бұхарбайұлы бүгін біздің қонақта. Бізде Қазақстанда Отандастар қоры деген мекеме бар ерекше. Оның көптеген іске асып жатқан жобалары да бар, өзінің ерекше бір мақсаты бар. Арнайы сол біздің Отандастар қорын таныстырайық, біздің жалпы елдің жаңағы бірігуіне қандай саясат жүргізіп жатыр деген сұрақтар көп негізі ортада. Соған мүмкін біз бүгін пайдалы ақпарат береміз. Сондықтан Нұрхан Бұхарбайұлы, көп рахмет өзіңіздің келгеніңізге. Бүгін талдау және стратегиялық даму департаментінің басшысы қазіргі таңда біздің қонағымыз. Енді біз дәстүрлі бірінші сұрағымды қоям келген қонаққа. Өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, жалпы өзіңіздің білім жолыңыз қалай болды, қандай маман иесі болдыңыз, осы Отандастар қорына қалай келдіңіз? Өйткені мен сізді білгелі, сіз осы қазақ мәселесімен айналысып келе жатсыз көп жылдар бері. Рахмет. Саламатсыздар ма, көрермендер? Жаңа өзіңіз айтқандай, осы Отандастар қорында 5-6 жылдың төңірегі болды жұмыс жасап жатқаныма. Бұл Отандастар қорына келуімнің себебі менің бірінші кезекте мамандығым шығар. Мамандығым тарихшы. Өзім орта мектеп бітіргеннен кейін, әскерге барып келгеннен кейін, ол кезде үнсіз оқуға түсуге оңай емес еді, 80-ші жылдары. Сонымен әскерден кейін Алматыға барып, Қазақ мемлекеттік университетіне, тарих факультетінің дайындық курстарына түсіп, соны 88-ші жыл, соны 94-ші жылы тамамдап шықтым. Негізгі мамандығым тарихшы. Одан берде оқу бітіргеннен кейін Алматыда жұмыс істедім. Алматыда Қазақ мемлекеттік заң университеті ашылған болатын, 94-ші жылы біз оқу бітірген жылы. Сонда дәріс беруге тарих және мемлекет құқық теориясы деген кафедраларда жұмыс жасап, одан кейін өзімнің туған еліме Қызылордада жаңағы заң университетінің филиалы ашып, сол филиалға директордың орынбасары қызметіне бардым. Сол жаққа дәріс бердім. Кейін заң университетінің заң мамандығы бойынша 12.001 деген бойынша бағыт бойынша аспирантура бітіріп алдым. Сол заң университетінің мамандығын алдым бітіріп. Сондықтан мен біраз жылдары мемлекет және құқық теориясының тарихынан көп жыл дәріс бердім. Одан берде енді сол Қызылорда облысында жүріп, жаңа филиал 2004-ші жылы жабылғаннан кейін 2005-ші жылы мемлекеттік қызметке бардым. Мемлекеттік қызметтің әртүрлі сатыларында жұмыс жасадым. Қала әкімдігінде, облыс әкімдігінде, идеология саласында, ішкі саясат басқармасын басқардым, дін саласын басқардым облыстық деңгейде. Одан берде 2016 жылдың аяғында осы Астанаға, осы профильдік министрлікте жұмысқа келгенім бар. Онда талдау және стратегиялық даму департаменті директорының орынбасары қызметін атқардым. Ол жерде шамалы жұмыс жасап болғаннан кейін осы Отандастар қоры ашылған кезде сол жаққа ауыстым. Сіз Отандастар қоры ашылғаннан бірінші күннен бастап істеп келе жатсыз, сонда? Иә, Отандастар қоры 17-ші жылы қаулы шықты, үкіметтің қаулысы 644 деген Отандастар қорын құру жөнінде. Сонымен 2018 жылдың аяғында, қараша айында Отандастар жұмысын бастады. Мен 7-ші қараша 2018 жылы онда кірдім. Енді барлық басынан қалай басталды, негізгі идеясы қандай болды, және өзіңіздің жаңағы өмірлік тәжірибеңіз барлық салаларда жұмыс істеп келіп, Отандастар қорына бірден кірдіңіз. Меніңше бұл өте жақсы бір еңбек жолы деп айтуға болады. Қазір енді біз еңбек адамына үлкен мән беріп жатырмыз. Келесі жылы жаңағы еңбек адамына арналған болады. Сонда мен осы подкастымы тыңдап отырған жастарға да соны көрсеткім келеді. Әр адам өзінің жолын бір кішкентай еңбектен бастайды. Ары қарай ол жалғасып келіп бір үлкен нәтижеге жетіледі. Сондықтан сіз де міне
жаңағы әскерге де бардыңыз, барлық өмір саттан өттіңіз ғой былай айтқанда. Қаншама жыл ұстаздық еңбек еттіңіз. Содан бәрі ұласып, міне осындай отандастар қорының ортасында жүрсіз қазір, негізі қалаушысы деп айтсақ та болатын шығар. Ал енді отандастарға келетін болсақ, сіздің қазіргі стратегия, негізі идеясы қандай болды бұны қорды құрған кезде? Жалпы 2016 жылы 5-ші құрылтай болады ғой. Дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайы болады. Сол құрылтайда осы шетелдегі қазақтарды қолдау мәселесі ақсаңдап тұрғанын айтады, көтереді жұртшылық. Ол жерде мен айтып кетуім керек, мысалы мынау елге келіп жатқан шетелдегі қазақтар бар ғой, қоныс аударып келіп жатқан. Бұрыннан анау тәуелсіздік алғаннан бері жалғасып келе жатыр. Оларға Қазақстанға қоныс аударуға мемлекет тарапынан біраз жағдайлар жасалған. Әсіресе сол 2000 жылдар көп жағдай жасалған, неше түрлі көтермелер, жаңағы үй деген сияқты жұмыс, басқа да мәселелерді мемлекет жасап отырған. Ал енді шетелден бәрібір де келе бермейді ғой енді. Шетелде қалған қазақтардың жағдайына байланысты, олардың этникалық бірегейлігіне байланысты Қазақстан тарапы жасап жатқан, қолданып жатқан шаралар аз болады. Енді қателеспесем 1996 жылы мемлекеттік бағдарлама болған шетелдегі қазақтарды қолдау жөнінде. Және ол аяқталғаннан кейін 2005 жылы болған. Ол да көп ұзамай ол бағдарламалар аяқталды да. Сонан кейін мысалы 2013 жылдары кешеге дейін сондай үлкен бағдарлама болмаған шетелдегі қазақ. Олар болса қазақ тілінің қазақтық болмысынан ажырап алыстап бара жатқан жағдай, ол күн тәртібіндегі мәселе болады да. Соны жаңағы 2016 жылы құрылтайда көтеріп, соларға мәдени тұрғыда, мәдени-гуманитарлық тұрғыда қолдау көрсету мақсатында отандастар құру, осындай мекеме құру туралы шешім қабылданады. Шешім қабылданады. 2017 жылы сол қаулы қабылданады мемлекет тарапынан, шаралар жоспары қабылданады деген сияқты. Сол аясында осы отандастар жаңа жұмысын атқарып келе жатыр. Мен бір нәрсе айта кетейін, бұл жерде көп адамдар, көп мамандар, халық қарапайым халық көп есеп бермейді, отандастарды қор есебінде қабылдайды. Қор деген мынау ұйымдастыру құқықтық нысаны бойынша ол қаржы жинайтын институт, мысалы шындап келсе. Негізі бұл отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғам. Өте жақсы. Ұйымдастыру құқықтық формасы бұл қоғам, акционерлік қоғам. Бұның жалғыз құрылтайшысы бар, ол Қазақстан Республикасының үкіметі. Және оның бір ғана акционері бар, ол Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Маңызды нәрсе. Сондықтан бұл көпшіліктің ойында қор жаңағы қаражат жинайтын жаңағы қаржы институты ретінде қабылдайды да, ойбай анаған неге ақша бермейсің, мынаған неге ақша бермейсің, мынаған неге үй алып бермейсің деген тұрғыда әңгіме көп айтылады. Бұл қате түсінік. Осының басын ашып айтсам деген ойым бар. Сосын біздің негізгі бағытымыз, басында әңгімемде айтып кеткендей, ол елге келген қандастарға емес, сырттағы қазақтарға, сырттағы отандастарға қолдау көрсету бірінші кезекте. Олардың бірегейлігін сақтау, қазақ халқын сақтау. Әрине бізді қабылдаған, бізді құру туралы қаулыда, үкіметтің қаулысында шетелдегі және елге келген қандастарға да қолдау көрсету деген, бірақ біз елге келген қандастарға ақпараттық консультациялық көмек береміз. Негізгі жұмысымыз, негізгі бағытымыз, біздің атқаратын жұмыс түрлері біздегі сырттағы қазақтарға, сырттағы отандастарға бейімделген. Енді сырттағы қазақтар әртүрлі сан айтылады қазіргі таңда. Қанша қазақтар сыртта жүр деген сондай мәлімет бар ма сіздерде? Және сол қолдау ретінде қандай жобаларыңыз қазір бар? Жаңағы тіл үйрету ма, жаңағы мәдениетті қалай сақтауға, сондай қандай жобалар бар, солар туралы айтып кетсеңіз. Енді бірінші жаңа сұрағыңыздың бірінші жартысы жаңағы саны бойынша, шетелдегі қазақтар. Шетелдегі қазақтардың санына анау 90-шы жылдары 5 миллион төңірегінде айтылған болатын. Өзі жаңағы кім бар? Демографымыздың Тәтішев. Мақаш Байгілевич Катимов. Енді 5 па, 25 па? 5 миллион деп айтылатын негізі.
сосын енді біз мен талдау және даму департаменті болғаннан кейін біз қолдан келгенше зерттеулер жүргіземіз, жан жақтан қараймыз, ізденеміз. Сондықтан менің айтарым, қазіргі таңда шетелде қазақтардың саны екі тұрғыда қарау керек. Біреу ресми тұрғыда және бейресми тұрғыда. Ресми деректерге сүйенетін болсақ, шетелдегі қазақтардың саны 3,5-4 миллион адам төңірегінде. Ал бейресми санақ бойынша, бейресми болжамдар әртүрлі елдегі эксперттердің, мамандардың айтуынша, қазіргі таңда шетелде 7 миллионға жуық қазақ бар. 7 миллионға жуық қазақ бар. Ол жаңағы басқа Қазақстанға қарсы бар адамдар айтпағанда, өзге ұлт өкілдерінің Қазақстаннан қоныс аударып кеткен бұрынғы отандастар бар. Онан бөлек қазір 2000 жылдардан бастап жаңағы кеңінен тарап келе жатқан еңбек, оқу, миграциясы деген сияқты сыртқа кетіп жатқан өзіміздің қазақстандықтарға, оларды есепке алмағанда, тағы қазақтың саны осы ресми санақ бойынша 4 миллион төңірегінде, бейресми 3 миллион төңірегінде деп айтуға болады. Енді жаңағы Мақаш Байгелдиновичтің болжамы дұрыс болып тұр ғой. Егер де қазіргі таңда осы 30 жылда елге 1 миллион 200 қазақ оралды десек, онда шетелде әлі де 3,5-4 миллион қазақ жүрсе, онда жаңағы болжам жобасы дұрыс. Сізбен келісем, Мақаш Татымовтың айтқан сөзімен де келісуге болады. Енді 5 миллион сол 90 жылдар айтылса, енді 1 миллион 200 мың келгеннің өзінде де ол табиғи өсім арқылы сол жергілікті халықтың өзі қазір 5 миллионнан қалай болғанда да асып кетеді. Қалай болғанда асып кетеді. 3,5 миллион төңірегінде бір жер қалыпта тұрмайды. Оның үстіне қазақта басқа елдерде туу көрсеткіштері өте жақсы. Өзбекстанда болсын, Моңғолия, Қытай болсын, жергілікті халыққа қарағанда туу көрсеткіштері жақсы. Жоғары. Осы санды бір басшылыққа алуға болады жұмыс барысында. Ал енді біз шетелдегі жаңа қандастарымызға, қазақтарға қандай қолдаулар көрсетеді деген кезде, енді жаңа басында айтып кеткендей, негізгі қолдау ол мәдени-гуманитарлық бағытта. Енді айтатын болсақ, ол қандастарды ақпараттық қолдау. Қазақстандағы болып жатқан құбылыстарды, жетістіктерді оларға жеткізе беру. Шетелде қазақ диаспораларының кіші құрылтайларын өткізіп тұру. Яғни үш құрылтай дегеніміз, мысалы, Ресейдің бір аймағында, Ресейді алсаңыз, мысалы, Қазақстанның қаншама, мысалы, олардың аймағы шекаралас. Соны бір-бірінен араластырып отыру үшін, жақындастырып отыру үшін, аймақ-аймақпенен, мысалы, сондай өткіземіз, құрылтайлар өткізіп тұрамыз. Бір-бірінен ажырамасын, бір-бірін бөліп жүрсін деген сияқты. Немесе сол Өзбекстанда, немесе Моңғолияда кіші құрылтайлар бар. Онан бөлек біздің енді қазақ тілін үйрету, оларға қазақтың өнерін таныту, оларға қазақтың спорт түрлерін таныту. Яғни осындай бағытта жұмыстар көп. Қазақстанға білім алуға тарту, шетелде қазақ балаларын Қазақстанға алып келу, таныстыру, жазғы лагерьлерде орналастыру. Одан бөлек шетелде қазақтардың ұйымдарына жаңағыдай материалдық тұрғыда тікелей көмек бере алмаймыз. Оларға біз тек қана жаңағы қазақы дәстүрлі домбырамыз, шапан, немесе киімдер, басқа да деген сияқты жаңағы тоғызқұмалақ, мысалы, сондай қазақтың дәстүрлі құндылықтарын, жаңағы ойын болсын, соларға жеткізу, соларға апарып беру, сондай жобамыз бар. Оның мәдени мемлекеттің тарапынан беріп отқан қолдаумен қазір. Қазақ тілін үйренушілер саны артып келе ме? Енді нақты цифрларды айта алмаймын, бірақ біз енді 2019 жылдан бастап қазақ тілін үйрететін платформаларымыз бар біздің отандастар сайтында бар. Онан бөлек біз тіл қазына мекемесіне жұмыс жасаймыз. Онан бөлек біз жаңағы тіл білім деген сондай платформа бар. Рауан Бекжаханова айналысатын. Сол платформа арқылы, мысалы, ол жаңа соңғы айтып отқан платформа, мысалы, Қазақстанда қолданушыларға, Қазақстан азаматтарына, Қазақстан балаларына жаңағы ақылай болса, шетелдегі қазақтарға тегін.
оның ішінде ең жаңағы сабақ түрлері бар. Қазақ тілінде жаңағы физика болсын, математика болсын, тек қана қазақ тілінде тарих, әртүрлі пәндерден қазақ тілінде жаңағы дәрістер бар. Олар жаңағы шетелдегі қазақтарымыз, тұтынушылар қолдануға жақсы қолымды болу үшін оларды жаңағыдай аудиовизуалдық нелермен жасаған. Неше түрлі мультфильмдер арқылы деген сияқты дәрістерді қолданған. Енді айтып отырмыз, біздің өзіміздің неміз жаңағы отандастар қорының тіл қазбамен бірлесіп ұйымдастыратын тіл курстары бар. Жылдан жылға оған қатысушыларға саны ұлғайып келе жатыр. Басында 1-2 мемлекет болатын болса, қазір 6, 7, 8, 10 мемлекеттен қатысады. Оларға мысалы болу еліне байланысты оларға жаңа адаптация жасап, бейімдеп үйрететін. Мысалы Иранның қазақтарына мысалы қазақ тілін парсы қарпімен мысалы. Ондай да бар. Европадағы қазақтарға жаңа латын қарпімен ағылшын тілімен ұштастырып, шетелдерге болса да кириллицамен, қытайдағыларға қытай тіліне бейімдеп сөйтіп қазақ тілін үйрету курстары бар, жүргізіп жатырмыз. Енді оны пайдаланушылары бар, көп сабақ жиі өткізіп, биылда бар. Онда нақты саны енді көрмей, онда қызығымен шығады. Жоқ, мынау қызық екен, жаңағы парсы қарпімен, латын қарпімен. Енді біз үйрендік қазір латынды, енді неше түрлі жазамыз, қазақ сөздерін латынша жазамыз. Парсы деген өте қызық екен. Сосын мысалы Қытай қазақтарында, Монғолия қазақтарында сақталды ма төте жазу арқылы? Ол Қытайда. Бірақ енді оны да шектеп жатыр, қазір білесіз. Қытайдағы жаңағы қазір мемлекеттік саясат 2008-ден бері өзгерді деп айтуға болады. Қазақ тілдерінде жүргізетін жаңағы сыныптар қысқартылды. Соңғы қазақ тілі мектебі ол жақта 2016 жылы жабылды. Ресімде жоқ, жабылды. Қазақ тілінде қазір мектептер жоқтың қасы. Ол былай тұрсын, ол жақта енді балабақшаның өзі тек Қытай тілінде жүргізіледі. Енді былай айтылып, екі тілде деп, негізі жаңағы баяғы бізде орыс тілі сияқты, ол жақта Қытай тілі басым. Балалардың мысалы дейтін қазір Қытай тіліне бейім екенін байқауға болады. Тіпті Қытайдан көшіп келген осы Астанамызда жүрген мысалы Қытайдың жас балалары, мысалы ата-аналар көшіп келді, балалар сол жақта Қытай мектебіне барып келді. Есіктің алдында аулада бір-бірімен сөйлескен кезде Қытай тілінде сөйлеседі. Үйренген. Қазақ тілінен ажырап бара жатыр. Қандай жағдай бар? Әрине, бұл жаңағы зерттеушілердің айтуы бойынша жалпы адаптация үшінші ұрпаққа жаңа кішкене жоғала бастайды, тілдік идентификация жоғала бастайды. Ал негізі мәдениетті қазіргі жаһандану әлемінде қалай сақтай аламыз? Осы қазақи болмысты, қазақи сәйкестілікті, бірегейлікті қалай сақтап қаламыз? Оған қалай қарайсыз өзіңіз? Біз енді отандастар қоры, енді біздің қоғам айналысады ғой енді. Айналысады, бірақ біздің ұйымның күші аздау. Бұл тұрғыда үлкен мәселе мемлекеттік саясат қалыптасу керек. Үлкен мемлекеттік диаспоралық саясат қалыптасу керек. Енді жалпы диаспоралық саясатты халықаралық тәжірибеде үшке бөледі ғой. Біреу жаңағы репатриациялық бағыты, екінші патерналистік бағыты, үшіншісі қазіргі таңдағы қолдану мақсатында, оны қалай айтамыз? Қолданбалы деп айтуға да болады. Олайша қолдау көрсету бір жағынан. Мысалы патерналистік. Ол шетелде қазақтарға, отандастарымызға мәдени гуманитарлық тұрғыда, құқықтық тұрғыда қолдаулар көрсету. Шетелде отандастарымызға. Өзінің болмысы. Не болса, репатриациялық ол жаңағы көшіру. Қоныс аударту, ол Қазақстанда 30 жылдан астам бері жүргізіліп келе жатыр. Ол өзі орныққан жаңағы Израиль, немесе Ресей, немесе Германия сияқты мемлекеттердің қатарында біз бармыз. Ол жақсы жүргізіп келе жатыр. Қазіргі таңда әртүрлі мәселелер бар. Оны да көтеруге болады. Бірақ ол жұмыс жүргізіп келе жатыр. Жаңағы не болса, айтып отқанымыз
мәдени тұрғыда қолдау ол да жүргізіп келе жатыр, бірақ ақсаңда, алдап. Үшінші жаңағы оларды өзіміздің прагматикалық деп айтуға болады, оларды біздің Қазақстанның дамуына тарту. Енді жаңағы біздің немізді, қазақылығымызды жалпы ұстап тұру үшін олардың ортасында, олардың бойында деп айтсақ, әрине мынау жаңа айтқан прагматикалық патерналистік әдістерді бір араластырып қолдануымыз керек. Бірінші оларға біздің қазақы құндылықтарымызды жеткізу, екіншіден оларды біздің Қазақстанның әлеміне тарту, Қазақстанның күн тәртібіне тарту деп айтуға болады. Оларға ақпаратты, басқа дүниелерді жеткізу, сосын Қазақстанның жетістіктерін көрсету, Қазақстанның дамуына тарту. Осы тұрғыда егер мемлекеттік саясат қалыптасса, мемлекеттік саясат қалыптасты деп айта алмаймын. Қазіргі таңда біз шетелдегі қазақтарды, шетелдегі жалпы отандастарымызды өзіміздің жаңағы Қазақстанға орбитада ұстап тұруға, қазақылық құндылықтарды былай әлемге таратуға мүмкіндік туар еді. Өкінішке орай тек бір сыртқы істер министрлігі мен отандастар қорының жаңағы күші жетеді деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда мемлекеттік диаспоралық саясат қалыптасу керек. Ол үшін үлкен, менің ойымша, бір үлкен кешенді құжат керек. Ол тұжырымдама болуы мүмкін, ол немесе доктрина болуы мүмкін. Бірақ сол құжаттың аясында басқа тиісті мемлекеттік органдардың міндеттерін айқындап беру керек. Олардың міндеттерін айқындау керек, олардың жаңағы жұмыстарын үйлестіру керек. Мысалы, қазіргі таңда олар шетелде жұмыс жасап жатқан жоқ деп айта алмаймыз. Мысалы, жаңа Қазақстанның білім министрлігі, ғылым министрлігі әрқайсысы өз тарапынан жаңағы Қазақстанға білім алуға шақыру жұмыстарын жүргізіп жатыр, жаман емес. Бірақ басқа министрліктер тарапынан не істеп жатыр? Кейде мынадай жағдай болады. Шетелдегі біздің отандастарымызға қолдау көрсету үшін бір жерде концерт қоятын болса, мысалы, шекарада орналасқан Астраханда, мысалы, Атырау облысы барып қоюы мүмкін концертті, артынша Батыс Қазақстан облысы барып қоюы мүмкін концертті, артынша министрліктің ұйымдастыруымен ол да концерт барып қоюы мүмкін. Бәрі де бір Астраханда болуы мүмкін. Ал егер мысалы үйлестіруші сондай кеңес болса, заңмен жаңағы үлкен кешенді құжатпен бекітілсе, оны бір жүйелеп отыруға болады. Әрбір актор десек былай болады, өз тарапынан бірдеңе жасайды, бірақ ол бір-бірімен ақылдасып, сондай бір жоспарлы түрде үйлеспейді. Мысалы, бәрі, мысалы, Астрахан облысына баратын болса, ол мысал ретінде, қасында Орынбор облысында қазақтар қалыс қалып қойып жатады, мысалы. Немесе Астраханға барады, Астраханнан қайтып, ол қазақтардың көбісі ана аудандарда орналасқан, басым көпшілігі деген сияқты. Сондай стратегиялық бір ұстаным көзқарас жоқ та мемлекетте. Ол үшін әрине жаңағыдай бір үлкен құжат керек, оның аясында көп мүмкіндіктер туар еді. Оның бір үйлестірушісі кеңесі болса, оның ішінде эксперттер отырса, бағдар беріп отыратын деген сияқты. Ал мынау жаңағы басқа мекемелермен қандай сіздерде қарым-қатынас, жаңағы халықаралық мекемелермен мүмкін осы сол мәдени тұрғыдан көп араласатын, көп енді Түрксой мысалы, түрік елдерімен жақсы осы мәдени гуманитарлық бағытта жұмыс жасайды. Енді сайттарыңызда көрдім, бірнеше сондай мекемелердің серіктестіктерін көрсетіп қойыпсыздар. Қандай серіктестеріңіз бар? Енді түрік мемлекеттер ұйымы аясында жаңағы диаспоралық өзінің несі бар, қатшылығы бар, соның аясында жұмыс жасаймыз әрине. Бірақ мен айтар едім, ол жылда болып тұрады, бірде Әзербайжанда, бірде Түркияда, бірде Қазақстанда, келесі Қазақстанда өтеді, диаспоралық несі жаңағы бағыты. Бірақ сол жұмыста бір алып бара жатқан бір жетістікке жетіп жатқан жағдайымыз шамалы. Көп жағдайда сөз көп, айтылады, танысады, бірақ нақты шешімдер, құжаттар қабылданып жатқан әлі жағдай мардымсыз деп айтуға болады. Әрине, ол енді халықаралық ұйымның ұйымдастыратын дүниелер ғой, одан қашпаймыз. Басқа жағдайда айтатын болса, енді халықаралық көші-қон несі бар, ұйымы бар, олардың осында Орта Азиялық офисі бар,
басқарушы гаджет болған, жақында ауысты. Басқа солармен жақсы қарым-қатынастар. Бір жоба әзірленді былтыр, иә, осы коммуникативті стратегия бойынша олармен бірлесе жұмыс жасадық. Олар басқа да мемлекеттік органдарға тартты, ұсыныстарымызды берді. Жақсы құжат шықты, бірақ құжат қабылданбай қалды. Қандай мүмкіндік жасап тұр? Өзінің қаражатына, мысалы, сондай бізге зерттеу ұйымдастырып, құжат дайындап беріп, біздің пікірлерімізді ескеріп, сол құжатқа кіргізіп деген сияқты. Үкіметтің алдына дайын құжат берді, ары қарай қозғалыс жоқ. Мүмкін оған да әлі уақыт керек шығар. Көп нәрсе дайындалады, бірақ бірден қабылданбайды. Ары қарай да бір өзінің сәті түсер деген біздің бір сондай болжам болады ғой. Енді әрине, бір кесіп айту қиын, бірақ енді ол құжатты мазмұнын білгеннен кейін, ішінде жаңағы бағыт-бағдарлар бәрі белгіленгеннен кейін қандай міндеттерді атқару керек, шетелдегі отандастармен қарым-қатынасты түзеу үшін, жоғары деңгейге көтеру үшін, оларды елдің дамуына тарту үшін, деген сияқты әлеуетін пайдалану үшін сондай дайын құжаттан бас тарттық деген бір шамалы маған есі көрінеді да, сол шамалы атқарып жатқан, істеп жатқан жұмыстарын бекер сияқты болып көрінеді. Әрине, олай да болуы мүмкін. Ал бір жағынан қазір жаңа сіз диаспоралық саясаттың бірнеше түрі бар дедіңіз, және де қалыптасып келе жатқан бір жаңа диаспора бар секілді, иә, шетелде қазақстандықтардан. Соңғы жылдары жаңағы еңбек миграция, оқу миграция, әсіресе мынау Америка құрама штаттарында. Әлеуметтік желіден қарап отырсақ, наурызды қалай жиналып өткізеді, жаңағы студенттеріміз қандай өте белсенді, иә, жаңағы мәдениет таратуға да Қазақстан туралы ақпарат таратып жатады. Осы ортамен қалай жұмыс жасайсыздар? Жалпы жаңа біз айтып отырмыз, кіші құрылтайлар өткізіп тұрамыз. Соның бірі Америкада да ұйымдастыру жоспарланған. Ол жақта қазақтар сол құрылтайын өткізген кезде бізде сол ұйымдастыру жүгінен бір шетін аламыз. Ғимарат жалдау деген сияқты. Сосын басқа да жаңа әдістемелік ақпаратты нелерімізді алып барамыз, бастарын біріктіруге қатысамыз болады. Америкада қазіргі таңда енді нақты есеп жоқ. Бұл үлкен мәселе, жалпы шетелде қазақтардың санын түгендеу мәселесі үлкен мәселе. Жаңа басында айттық қой, жобалап, ол жобалап. Былайша ғылыми тұрғыда тақырыптар ізденіп көрген әлі жоқ. Соның бірі, мысалы, шетелдегі жаңа қазақстандықтар, шетелдегі қазақстандықтар Америкада Америкада тұратын үлкен бір ағамыз кездесуде айтып қойғаны, Америкада 150 мың, 200 мыңға жуық қазақ бар еді. Кейбіреу мамандар одан басқа цифрлар айтады. Жалпы былай тек Америка емес, жалпы батыс елдерінде жалпы сыртта жүрген қазақтардың саны, жаңағы тәуелсіздіктен бері жаңағы өзінің паспортынан бас тартпай шетелде еңбек етіп жүрген қазақтар, қазақстандықтар 500 мың үстінде деп айтуға болады қазіргі таңда. Еуропа елдерін қосқанда, мысалы, Корея бар, Түркия бар деген сияқты, басқа елде Австралия бар, көп қой, мемлекеттер қазақтар жүр. Солардың саны 500 мың үстіне асып жығылуы мүмкін. Оны ешкім қазір есебін жүргізген жоқ. Оған да жаңағы зерттеу үшін қаражат керек. Оған қаражат қазіргі таңда бөлінеді. Әрине, қазіргі мынау әлеуметтік желі арқылы, ашық ақпараттық кеңестік арқылы біразы өзінің жаңағы этникалық идентитеті сақтап қалуға жақсы мүмкіндігі бар. Кино көрсе де, әуен тыңдаса да, жаңағы киім үлгісін қараса да, осындай жақсы мүмкіндіктер бар. Осы жағынан қандай мүмкін болашақта ойланатын бір жобаларыңыз бар ма, ұсынатын бір? Әлде меніңше қазір жастар өте креативті ғой, олар да өздерінің бір ұсыныстарын әкеп жатқан шығар сіздерге. Қазір жас бизнесмендер өте көп, креативный индустрияның ішінде жүрген қазақ жігіттері, қыздар өте көп, шетелде жүрген. Енді біздің бір ойларымыз бар, оны енді ашып айтуға ертелеу сияқты, бірақ бағана бір сөзімде айтып қалдым, енді біздің мемлекеттік диаспоралық саясатты күшейту үшін үлкен құжат керек.
жалпы бетбұрыс керек. Енді өзіңіз ойлаңыз, шетелде жаңағы шетелдегі қазақтардың ғана өзінің саны 7 миллиондай деп отырмыз, иә, мысалы. Бұрынғы этникалық қазақтар, бұрыннан сол жақта тұрып жатқан, сол елдің азаматтары. Одан бөлек жаңағыдай қазіргі жаңа қазақстандықтар, қазақстандықтар, шетелдегі қазақстандықтар жұмыс бабымен жаңа толқын деп жаңа толқын, жаңа леп деп айтуға, олардың өзі 500 мың үстінде деп отырмыз. Одан бөлек 4 миллионға жуық бұрынғы қазақстандықтар бар. Қазақстаннан қоныс аударып кеткен өзге ұлт өкілдері бар. Енді былай басын қосып қарасаңыз, Германияның өзінде 1 миллионға жуық мысалы Қазақстаннан қоныс аударған немістер бар, олардың Қазақстанға деген ықыласы қандай. Мысалы біз олармен мүлдем жұмыс жасап отырған жоқтың қасы. Шындап келсек. Бұған дейін мемлекет оған бетбұрыс жасаған жоқ. Енді сол қазіргі таңда бетбұрыс жасату әрекеттерін жасағымыз келеді, мемлекеттің назарына аударғымыз келеді. Ол жағынан енді мемлекет басшысында қазір мысалы былай түсінігі бар, мысалда қай бір жылы жаңағы Қазалем деген платформа ашыңдар деді, біз отандастар қорына сыртқы істер министрлігі жүктеді. Біз ол Қазалем деген платформа жасадық. Яғни шетелде кез келген қазақ ол платформаға кіріп Қазақстан туралы кез келген ақпаратты ала алады, жаңағы мемлекеттік қызметтерге қол жеткізе алады деген сияқты сондай дүниелер бар. Жалпы бірақ жаңа мемлекеттік диаспоралық саясатқа әлі бетбұрыс жоқ. Егер бетбұрыс жасап кешені жаңағыдай бір үлкен құжат қабылдасақ, тұжырымдама, доктрина түрінде, соның ішіне жаңағы сіз айтып отқан идентика мәселесі, брендтер, әр өңірге, әр әлемнің жаңағы бағыттарына бейімдеп жасауға болар еді. Мысалы, домбыра болсын, немесе түйе болсын, немесе жылқы болсын деген сияқты, немесе басқа да жаңа құндылықтарымызды. Әсіресе қазіргі таңда біздің креативті индустрия жаман дамып келе жатқан жоқ. Жастардың арасында бір Димаштың өзіне тұрады деген сияқты. Ондай жалпы қозғалыс бар, бірақ соны бір жүйелеп мемлекеттік деңгейде көтеретін әлі жаңа тетік жоқ. Механизмдер қалыптаспаған. Әртүрлі жаңағы әркім өзінше жасайды. Бір талпыныстар бар. Талпыныстар әркім өзінің мүмкіндігінше жаңағы қадірінше жасайды. Бірақ соны бір жүйелеп бір үлкен саясатқа айналдыру, бір бағытқа айналдыру, мемлекеттік қолдауды беру ол әлі қалыптаспаған. Осы мәселені біз көтеріп жүрміз, бір нәтижесі болады деген сенім бар. Оны алдын ала кәдімгідей енді құпияңызды ашып қоймаңыз. Ол мемлекеттік жаңағы мемлекет басшысы, үкіметтің тарапынан қолдау болып жатса деймін. Жалпы қолдау, жалпы түсінік бар қазіргі таңда. Бірақ әр мемлекеттік орган өзінше істейді. Бірақ ол жаңағы тиімділігі төмен болып жатыр деп айтылады. Енді қазір қандай зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатсыздар? Өзіңіздің іштен жасап жатқан бір ойларыңыз бар ма? Соны айтсаңыз. Біз жалпы зерттеу жұмыстарын сол 2019-дан бастап жүргізіп келе жатырмыз. Қазіргі таңда бір 10-ға жуық зерттеулер жүргізді. Соңғы зерттеулеріміз, мысалы, биыл жүргізген шетелдердің тәжірибесі бойынша, мысалы, Израиль, немесе Польша, немесе Германия деген сияқты елдердің өздерінің шетелдегі отандастарын елдерінің дамуына тарту тәжірибесін зерттеу. Сондай зерттеді. Жақсы мамандар тартып зерттеді. Қазіргі таңда енді бастап жатқан бір зерттеуіміз бар, ол мына шетелдегі отандастарымыздың, жетістікке жеткен шетелдегі отандастарымыздың елге біздің Қазақстанның дамуына тарту үшін қандай тетіктері бар, қандай шарттары бар деген сияқты зерттеу жүргізіп бастадық. Енді Құдай қаласа нәтижесін береміз, айтамыз. Оның мақсаты мынау шетелде біздің отандастар, жетістікке жеткен отандастарды зерттеу. Біз енді тек қана Германияны алып отырмыз қазір, бір Германияны уақытсыз болып тұр, кеш бастап отырмыз. Әртүрлі бюрократиялық себептермен. Сол Германиядағы біздің отандастарымыз тек жаңа этникалық қазақтар ғана емес, ол сол шетелде жұмыс жасайтын жаңағы бұрынғы отандастарымыз, сол жаққа көшіп кеткен немесе сол жақта оқып, сол жақта қалып жұмыс жасап жатқан еңбек миграциясымен барған қазақстандықтар. Соларды зерттеу, сосын
табу, жетістікке жеткен бағыттарын анықтау, сұрау, білу және олардың Қазақстанға қандай көмек бере алатынын анықтау. Қандай шарттар бар? Прагматикалық. Қандай шарттар? Әйтпесе біздің мемлекет басшысы айтып, тартыңдар, пайдаланыңдар, оларды Қазақстанның дамуына. Бірақ бізге артынан бәрі ура дейді де, ешқайсысы нақты ешқандай айналыспайды. Айналысып жатқаны көрінбейді, әркім бөлек. Мына жерде ертең мысалы біреу БМВ заводында істеуі мүмкін, немесе біреу мықты нейрохирург болуы мүмкін, әлемде жоқ операция жасап жүрген. Біз соларды анықтап, Қазақстанға келу шарттарын біліп береміз. Мемлекеттік органдарға мынадай хирург Қазақстанға мынадай операция жасайды, әлемде мынадай жаңағы құрылғылармен, оборудованиемен мысалда. Әлемде жоқ, Қазақстанда жоқ. Біздің қазақстандықтар ол операцияны алу үшін Германияға бару керек. Мысалы, қарапайым адам Германияға операцияға барып жүргенге қандай мысал. Бұларды біз ол келіп Қазақстанға өңірлерден сондай жас болсын, басқа болсын хирургтер жинап, оларға мастер-класс үйреткен, көрсетсе. Сосын ол шартында қою керек. Мен үйретемін, егер сендер Қазақстанда мынадай құрылғыларды алсаңдар, ол құрылғылар жаңа құрылғылар, ол Қазақстанға келсе, әр өңірде мысалы дейтін қарапайым қалып, өзінің өңірінде емделсе. Әлеуметтік бұның маңызы бар екен. Біз осы идеяны жүзеге асырғымыз келіп отыр. Енді бірақ біз асырғанда оны әкеп бәріне былай тыққыштай алмаймыз ғой. Істесең де. Біз бірақ дайындап апарып береміз шарттан. Одан кейін ары қарай алып кетпеу ол мемлекеттік органдардың қолында, немесе ол бизнес саласы болуы мүмкін. Мысалы, бизнес саласы, кәсіпкерлік саласы болуы мүмкін. Әрине, сіздердің мақсатыңыз енді бұл ақпаратты жинап, тауып, жүйелеп жеткізу. Солай ғой. Енді ең бастысы мен түсінгенім бұл адами капитал. Жаңағы шетте басқа елдерде өзінің жаңағы капиталын шынымен де дамытқан, сондай деңгейге жеткен, және соны енді қалай Қазақстанмен бөлісе алады, ол дәріс оқыса да, жаңағы айтқанда операция жасаса да, немесе жаңағы кәсіпке біреуді үйретсе де, немесе осы жақта бір кәсіп ашса, ол да біз үшін, ел үшін өте жақсы мүмкіндік. Елдің дамуына келетін шығар, олар онымен бірге білім келеді, неше түрлі жаңа дағдылар келеді, неше түрлі технология келеді. Біз көп жағдайда айтамыз да, оны біз ғана түсініп отқан жоқпыз, бәрі де түсінеді. Бірақ нақты іске асырып жатқан, нақты мінекей мен мынадай істедім деп жатқан саланы, немесе үлкен шенеуніктің өйтіп істедік деген көріп отқан жоқ. Енді көрдіңіз ба, бұл жерде салыстырмалы түрде жаңа сіз Израильді зерттедік, Польшаны зерттедік деп айтасыз. Негізі мына диаспоризация процесі бар ғой өзі нақтыланған. Егер де біз қазақ диаспорасын шетелде қарайтын болсақ, мүмкін сондай диаспоризация процесі әлі де қалыптаспаған, ол екі жақты процесс қой. Ана жақта дайын болу керек. Тек қана Қазақстан емес, екінші жағынан олар да дайын болу керек. Олар қаншалықты дайын, олардың ішкі құндылықтары қандай, олар елге деген көзқарасы қандай, Қазақстанда тумаған, Қазақстанда өспеген, қазақ тілін бүгін мүмкін қазіргі таңда білмейтінді ұрпақ бар ғой, олар Қазақстанға көзқарастары қандай, меніңше осыны да зерттеп алған дұрыс. Өйткені олсыз түрткі болмайды, олсыз қозғалыста болмайды. Жаңа мен айтып отырған бір үлкен бір сондай комплексті бір құжат қабылдау, бірінші кезекте зерттеуге салу керек. Бірінші кезекте зерттеу. Өзіңіз айтып отырғандай, әр елде қазақтар шоғырланған, отандастар шоғырланған жерлерді зерттеу керек. Олардың Қазақстанға деген көзқарасы, қазақылық болмысы. Мәселен, кейбір елдерде бар, жаңа шықпай қойық, олар сол елдің азаматы ретінде бірінші кезекте өздерін солай таниды. Қазақ ретінде емес, сол елдің азаматы ретінде. Әрине енді азаматтық бірегейлік, олар енді сол елдің азаматы болғандықтан. Бізде өзіміз жақсы көреміз, өз өкілдерінің жаңағы қазақстандықпын деп, қазақтың немесе де қазақстандықпын деп айтқанын жақсы көреміз. Бірақ енді біз өзіміздің қазақ екенімізді білуіміз керек қой. Шетелдегі қазақтар қазақ ретінде Қазақстаннан басқа ешкімге керек емес. Біз соны түсінуіміз керек.
ертең біз немқұрайлы қол қусырып қарап отыра беретін болсақ біз олардан айырыламыз. Әрине жаңа айтқандай зерттеу керек, білу керек, сосын оларды Қазақстанға бет бұруға, Қазақстанның кеңістігіне, күн тәртібіне бет бұруымыз керек. Әйтпесе ертең болмаса бір күн айтып, олар жаңағы біреуі орыс, біреуі неміс, немесе біреуі американдық болып кеткен кезде, Қазақстанға пайдаланған кезде ол керек емес деп ойласа, біз ренжиміз. Онда олар ренжиді. Сендер қайда қалдыңдар деп айтуы мүмкін. Кезінде бізбен айналысқан жоқсыңдар деп. Қанша дегенменен әрине қоғамдағы байланыстардың түр-түрі бар ғой енді. Соның ішінде ең бір байланыс, мысалы дін болсын, басқа болсын, біз айтамыз ғой, қолдан жасалған қоғам нелер ғой, байланыстың түрлері. Біреу ғана жаңағы Құдайдың берген ол табиғи байланыс, қан. Ең мықты байланыстың түрі қан. Сондықтан ол шамалы былай жаңағы қозғап отырсаң, олар өзінің ұлттық болмысын ұмытпайды. Оған бір жағынан біз мықты болуымыз керек. Енді біз қазір өзімізді орта мемлекеттер қатарына жатқызып отырмыз. Орта державалар мысалы дейтін. Олардың әлемдегі үлесі күшейіп келе жатыр. Қазақстан танымал. Мемлекет басшысы әлемдік халықаралық қатынастарда өзінің салмағы үлесі бар адам мысалы дейтін. Оны бәрі біледі. Осы адамыз танымалмыз, сондықтан не кедергі? Көп жағдайда жаңағы тек қаражат жоқ деп отырғаннан басқа кейде жаңағы солай отырып қаламыз, қаражат жоқ болғанда. Ол ертең болашақ бізге бізді ұрады ғой. Күтпейді дейді. Болашақта айтады ғой, сендер кезінде қаражатты үнемдеймін деп. Қай жаққа жібермей жатырмыз сонда қазақ халқына, сырттағы біздерге, өздеріңіздің балаларыңызға жұмсаудан былай жаңағы тартынып қалдыңыздар ғой деп айтады ғой, мысалы өкпесін айтады. Кеш қалмау керек. Әрине қазіргі заман өте тез зымырап бара жатқан заман. Сондықтан жаңағы өзінің этникалық идентитет байланыстарын үзіп қалу әбден мүмкін. Бір жағынан мүмкіндік туындап жатса, екінші жағынан жаңағы өмірдің динамикасымен байланысты көп жағдайда ол шынымен де үзіліп қалады. Енді ол табиғи процесс бір жағынан қарасақ, бірақ екінші жағынан сіздің сөзіңізбен келсем, біз қарап қалмауымыз керек. Дер кезінде біз соған мүмкіндік жасауымыз керек. Әрине. Бір нәрсе түсінуіміз керек. Енді әрине бағана прагматикалық модель деген бар ғой. Қазір шетелде қазақтарға тек біз не береміз деген мәселе емес. Олар не береді? Немесе қарым-қатынастық жағдайға келуіміз керек. Оларды қалыптастыруымыз керек. Олар қазақ әлемінің бір ажырамас бір тұтастай бөлігі екенін қалыптастыруымыз керек. Сол кезде олар бір нәрсе біз Қазақстанның дамуына береді. Олар онсызда да былай бар ғой, жоқ емес. Бірақ оны қалыптастыру үшін бір мемлекеттік бір айқын бір жақсы саясат керек. Жақсы саясат. Әйтпесе расында сіз айтып отырғандай олар әкесі қазақша сөйлейді, баласы жартылай қазақша сөйлейді, немересі сол елдің тілінде сөйлейді. Енді Европадағы қазақтар, мысалы Түркиядан барған қазақтар дәл солай. Үлкен буындағылар қазақша біледі, онда 6 айдан көшіп барған Түркия арқылы Европаға көшкен қазақтар. Балалары біз қатарлы орта шеңбердегі азаматтары жартылай қазақша сынып тілменен, ал балалары мүлдем білмейді. Басқа ортада өскен. Басқа ортаның субъекті ретінде өзін былай қабылдайды. Қазақ ретінде емес. Олардың енді әрине идентика дейміз, жаңағы брендтер арқылы былай сана сезіміне әсер етуге болады, бірақ оларды бізге бұру, тілін білмесе, дәстүр дінін білмесе, оларды бізге қарай бұру екіталай, өте қиын нәрсе. Жіберіп аламыз, уақытты тұрып аламыз. Уақыт өзіңіз айтып отырсыз, зымырап жатыр мысалы. Қазіргі таңда зерттеулер жүргізу, эксперттер айтты ма, мысалы дайын құжатты дайындап берді ме, мемлекеттік органдар оны қолданысқа алу керек. Бізде көп жағдайда соны дайындап берген, шайнап берген аны жыта алмай жүрген жағдай болды. Ондай да бар.
Жақсы, көп рахмет сізге. Қызықты ақпарат айттыңыз. Шынымен де көп жағдайда қор отандастар қоры немен айналысады және оның қандай өзінің ішкі миссиясы бар, өзінің қандай байланыстары бар деген нәрсені анық біле жатпаймыз. Сондықтан сізге көп рахмет келіп осындай ақпарат бергеніңізге. Жаңа ойда жүрген барлық істеріңіз жүзеге ассын. Шеттен қазақтар шынымен де Қазақстанға деп бет бұрып осы үлкен әлемнің ішінде жоғалмай, әр әлемнің бұрышында мен қазақпын деген кішкентай бір жұлдызша жанып тұрсын деп айтайын. Онда осымен біздің бүгінгі әңгімеміз аяқталады. Егер де өзіңіздің бір ұсынысыңыз немесе бір айтарыңыз болса. Сізге рахмет. Мынау үлкен күрделі мәселе, енді шамалы уақытында қысып бара жатқаны шығар, басқа да бағыттарды, жобаларды айтуға болады. Мына осы ұлттық тақырыпты өркениетті түрде осылай осындай әдіс арқылы елдің қоғамға жеткізу жұмысыңыз тоқтамасын. Өзіңіз жүргізіп жатқан тамырластың подкастына сәттілік тілеймін. Рахмет. Шынымен де тамырласпыз ғой біз. Сондықтан тамыр іздейміз. Қай жерде бірігеміз, қай жерден тараймыз, қалай қосыламыз. Сондықтан жаңағы әлемде жүрген қазақтар да осылай бір-бірін іздеп тамырын іздесін деген ойдамыз. Ажырап кету оңай, бұзу оңай, құру, оны сабақтастыру, ұштастыру қиын. Өзіңізге сәттілік, осы жұмысыңыз алға баса берсін. Ал құрметті көрермендер, назарларыңызға көп рахмет. Бүгін міне Нұрхан мырзамен кездесіп, сұхбаттасып, жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Сондықтан сұрақтарыңыз болса бізге жазыңыздар. Тамырлас подкастын көріңіздер және де келесі шығарылымда бірге болайық. Көп рахмет. Сау болыңыздар.